есептің берілгені бойынша төмендегі сандарды өсу ретімен орналастыруымыз керек. Яғни ең кіші сандарды сол жағына қарай орналастырамыз, және де ең үлкен сандарды оң жағына қарай орналастырамыз. Олай болса, сандардың бірліктерін салыстырайық. Мән беріп қарасаңыздар, барлық санның бірлігі де нөлге тең. Олай болса, ондық үлесті салыстырайық. Бірінші санның ондық үлесі нөлге тең. Екінші сандікі нөлге тең. Үшінші санда да нөл. Төртінші санда да нөл. Ал бесінші сан болса 7-ге тең. Яғни, бесінші сан ең үлкен сан болып табылады. Сондықтан, оны оң жағына қарай орналастырамыз. Ендігі жүздік үлестерді салыстырайық. Яғни, бірінші санда ол 7, екінші санда 7, үшінші санда 7, ал төртінші санда болса 0-ге тең. Яғни, төртінші сан бізде ең кіші сан болып табылады. Сондықтан, ең сол жағына орналастырамыз. Енді қалған 3 санның бірлігі және де ондық үлесі 0-ге тең. Ал жүздік үлесі болса, үшеуінікі де 7-ге тең. Сондықтан, мыңдық үлесін салыстырайық. Бірінші санның мыңдық үлесі 9-ға тең. Ал екінші сан мен үшінші сандікі 0-ге тең. Яғни, бірінші санды оң жағына қарай орналастырамыз. Қалған 2 санды салыстырайық. Бұлардың бірлігі де, ондық үлесі де, жүздік үлесі де, мыңдық үлесі де өзара тең екен. Ал енді 10 мыңдық үлесін салыстыратын болсақ, бұл сандікі 9 болып табылады. Ал екінші санымыздікі 0. Сондықтан 0,10 мыңнан 709-ды оң жағына қарай орналастырады екенбіз. Осылайша біз сандарымызды өсу ретімен орналастырдық.